Мен де бұл атышулы қосымшаны қолданып көрейін деп шештім. Ең алдымен Google'да ашып поиске Windows app деп жазамыз. Содан кейін версия для ПК дегенді таңдаймыз. Бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Скачать батырмасын басамыз. Мұнда әртүрлі платформаларға арналған версиялар бар. iPhone, iPad'ты таңдауға болады. Android'ты басамыз. Скачать батырмасын басамыз. Все равно скачать деп басамыз. Енді установка жасау үшін Play Market'қа кіреміз. Play защита ішіне кіріп, настройка батырмасын басамыз. Сканирование приложение деп тұрған жерде галочканы алып тастаймыз. Себебі оны вирус деп ойлап тұр. Әйтпесе установка жасалынбайды.